بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Bugün sabahımızda İmam el-Barbahari rahimahullah aytadı: "Wa'lam anna ahlal ilm lam yazalu yarudduna qawlal jahmiyyati hatta kana fi khilafati bani al-Abbas. Tekallamat ar-ruwaybidatu fi amri al-'amma wa ta'anu ala athar Rasulillah wa akhadhu bil qiyas wal ra'i wa kaffaru man khalafahum wa dakhala fi qawlihim al-jahil wal mughaffal والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا يعلمون فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه وتزندقت من وجوه وضلت من وجوه وابتدعت من وجوه إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه وأصحابه ولم يتخطى أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم دينه واستراح." Aytadı, және сол нәрсені біл деп атыр. Білім иелері, ғалымдар, салаф салихтан болған ғалымдар, олар ардайым жахмиттердің сөздерін қайтарумен болды. Жахмилерден деп айтылған сөзіміз бұл Жахм Сафуан деген адам өткен. Ол адам туралы өте жаман сөздер көп. Сол үшін Абдуллах ибн Шаудаб рахимахулла айтады: Жахм Сафуан сол бір құдайсыз адамдарменен әңгімелеседі да, олардың сөзі оған әсер етеді. Соменен 40 күн үйінде отырып намаз оқымайды. Бұл сол уақыттан дінінде күмәндағандан бастайды сол. Соменен Аллах субханаху ва таала туралы болған ақидасы өзгереді, сомен адасуға кіреді. Келешекте келеді, ол жахмиттер қанша исламдағы негіздерді, ақидадағы үлкен бір усулдарды қайтарып жоққа шығарғаны келешекте келеді. Ахлус сунна вал жамаат айыммалары бұл жахмиттердің сөздерін қайтарып келген. Бірақ деп атыр, Аббасилер халифалығының уақытында бір надан адамдар өздері кішкентай ақылдарыменен, надандықтарыменен жалпы үмбеттің жағдайына жауап беретіндей сөйледі дейді. Такалламу фи амрил амма деп атыр. Яғни өздері сол сөзге ақты емес. Олар сондай мәселелерге араласуға күштері жетпейтін жағдайлары жоқ, білімдері жоқ, оған жараса иман тақуалары жоқ болып, олар осы нәрселерге араласты өздері. Бұл дәлел қылады, әрбір уақытта осындай адамдар шығады. Әрбір уақытта, қазіргі күнімізде де осындай көп. Ешбір ғалымның сөзі айтылмаған, ешбір Ахлус сунна вал жамааттың айыммаларының сөзі жоқ. Өзінің уақытындағы имамдардың сөздерімен шектелмейді да, өзінше бүткіл айыммалар сөйлеуге қорқатын, немесе сақталатын, немесе сұралса да өте бір қатты сақтанумен сөйлейтін мәселелерде бүткіл елде өзі ғана сөйлейді. Елдерді өзінің артынан ерітеді сомен. Айтады: "Ва та'ану аля аthari Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям ва ахаду бил қияси вал ра'i ва каффару ман халафахум." Наби саллаллаху алейхи ва салламнан келген сахих асарлар дәлелдерді жоққа шығарады.
немесе тәуил қылады, немесе өзінің ақылыменен салыстырады, мынаның мағынасы мынандай, бұл мынаған дәлел қылады деп. И соменен бірге өзіне кім қарсы келетін болса, соның бәрін кәпірге шығарады, не мұнафық қылады. Сол үшін пәленші ғалым сенің сөзіңе қарсы айтып жатыр ғой десе, ол екі адамның бірі, не ол мұнафық дейді. Себебі мен ақиқат сөзді сөйлегеніме мен жек көріп жатыр дейді. Немесе ол кәфір, мен айтқан нұсустарды, дәлелдерді жоққа шығарып жатыр дейді. وَكَفَّرُوا مَنْ خَالَفَهُمْ. Бірақ ахлүс-сүнна уәл жамаат әділет иелері. Оларды бір адам кәпір дейтін болса, олар сол адамды күфірге шығармайды. Себеп олар дәлелмен жүретін. Құран сүндетте күфірге шығаратын мәселені күфірге шығарады дәлелменен. Оның терісіне де тура солай мәміле болады. Бірақ сондай бір надандар сөйлесе де, оның артынан ерейтін надандар бар. Сол үшін Наби саллаллаху алейхи уассалам сахабаларының ақырғы уақытында пайғамбарлықты дағуа қылып шыққандар болды. Сол артынан ерді адамдар. Соның артынан еріп, соның пайғамбар екеніне иман келтірді. Ахлүс-сүнна уәл жамаат айыммалар айтады, сол уақытта мұсылмандар біледі, Алланың бір екені, діні ислам екені, Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарлардың ақырғысы екенін біліп тұрып, және ана пайғамбарға иман келтірді. Бұл дәлел қылады, әрбір уақытта кім қандай бір жалау немесе қандай бір сөз көтеріп шықса, артынан еруші табады. Кім егер артынан еріп атқан болса, адам оменен адасып қалмау керек. Сонша адам еріп кетіп жатыр ғой деп. Артынан қара, сонша адам бар ғой деп. Сол үшін айтып жатыр мына жерде وَدَخَلَ فِي قَوْلِهِمُ الْجَاهِلُ وَالْمُغَفَّلُ. Солардың сөзіне ергендер болды. Не надандар, не мұғаффал. Мұғаффал деген ол надан емес, білімі бар, бірақ ақмақ. Құран сүндеттен, шариғаттан мәліметі болуы мүмкін, бірақ осы мәселелерде, ақида мәселелерінде, манхаж мәселелерінде осындай нәрселердің айырмасына бармайды. Ол жахил емес ол. Оны араб тілінде ғалымдар мұғаффал дейді. Мұғаффал деген сол не оның ақылында ақмақтық бар азғантай. Өз негізінде білім болса да. Осындай адамдар оның артынан ериді. وَالَّذِي لَا عِلْمَ لَهُ حَتَّى كَفَرُوا. Тур сол сияқты білімсіз болған адамдар. Өздері білмей діннен шығып кетеді соменен. Осы суретте, үмбетте қанша адамдар әлекетке жолықты, неше жолдармен адасуға, бидатқа шығып кетеді. Тек қана сол бәледен сәлемет қалатын адамдар, олар Наби саллаллаху алейхи уассаламның сөзіне, әміріне қайтарғандарынан қайтқандар, және Наби саллаллаху алейхи уассалам асхабтарын, сахабаларын жолын таңдағандар ғана бұл нәрседен сәлемет қалды. Олар сондай қауым еді. Ахлүс-сүнна уәл жамаат айтып отыр. Наби саллаллаху алейхи уассалам және асхабтары сызған сызықтан арғы қадам қоймайтын. Олардың әмірінен аспайтын. Оларға жеткен нәрсе, яғни Наби саллаллаху алейхи уассалам және асхабтарына жеткен нәрсе оларға да жеткілікті болатын. Олардың жолынан тайған жоқ. Және олар ислам негіз толық болғанын иман келтіріп, соның шегінен шықпай, сол Наби саллаллаху алейхи уассалам және оның асхабтарына ергесті да, соменен сәлемет болып, бол бәледен құтылды. Демек, ардайым адам өзінің өмірінде қандай бір бидат, қандай бір қателік, жаңалық естетін болса, оны Құран сүндет, Наби саллаллаху алейхи уассалам асхабтары, одан кейінгі табиин айыммалар, немесе және өзінің уақытындағы Құран сүндетте жүрген айыммалардың сөзіменен ғана айырып біледі. Амма мен білем, өзімше менде түсінемін дейтін болса, сол әлекетінің басы болады сол. Сол үшін осы
Cahmilerдің вақытында, имам Ахмад рахимахуллахтың вақытында осы Аббаси хилафасының Мамун деген халифа өтті. Одан кейін Уасиқ өтті. Содан кейін Мутаваккил келді. Мутаваккил келгеннен кейін сүндет захыр болды, таралды. Бірақ сол Мамун, сол Уасиқтердің уақытында, Муътасим солардың уақыттарында имам Ахмад және ол кісінің серіктері Ахлус-Суннаның айыммалары өте қатты азаптануда болды. Өте қатты қиыншылықта болды. Бұл жахмиттер өте қатты Ахлус-Сунна вал жамаатты аяқ асты қылды. Бірақ Ахлус-Сунна вал жамааттың айыммалары бұл нәрседе, алхамдулилlah, таудай туралықта тұрды. Оларды еш нәрсе қайтара алған жоқ. Сол үшін Ахлус-Сунна вал жамааттың айыммаларының бірін сол Муътасимның алдына алып Уасиқтың алдына алып келінеді. Бір қария шал картип қалған ғалым кісі соның Уасиқтың алдына алып келеді. Бағанағы Аббаси халифасының үшіншісі бағанағы Муътазилеттер сол жахмиттермен бірге болған. Сонымен сол кісінің алдына алып келіп, сол фитнаның басында тұрған адам Ахмад ибн Аби Дуад деген Муътазили болады, жахми. Сонда сол Уасиқ деген патша мына шалға, мына қария кісіге, ғалым адамға не дейді? Мынамен тартыс дейді. Сонда бұл кісі айтады, бағанағы Муътазилиттердің бастығына айтады, болмаса мен сұрақ беремін дейді. Ол тыңдайды, ол жауап береді. Мен сұрақ берем дейді. Сөйтсе сұрақ бер дейді. Олардың шағырған нәрсесі келешекте айтылған не? Сөз. Құранды мақлуқ деу. Құранды не? Жаратылған деп айту. Алланың сөзі емес, Алланың жаратқан бір жаратылысы. Осы нәрсеге дават қылып, осы нәрсеменен емтихан қылған патшалары да, патшаның жан-жағында жүргендерді барлығы. Бұл күфірға шағырған ол адам. Бірақ Ахлус-Сунна вал жамаат айыммалары әділетте сол патшаларды кәпірге шығармаған. Олар күфірге мәжбүрлеп жатыр. Кім соны айтса сәлемет қалады, болмаса не түрмеге салынады, немесе өлтіріледі. Күфірге шағырып жатыр, емтихан қылып жатыр күфірменен. Бірақ олар тәуил қылғандығы үшін, білімсіз болғандығы үшін, оны жан-жағында жүргендер, сол патшаның жан-жағында жүргендер, ол патшаны алдап тұрғанын, немесе адастырып тұрғанын білген имам Ахмад және ол кісінің жанындағы серіктері сол патшаларды күфірге шығарған жоқ. Оларды кәпір деген жоқ. Оларды қателесіп адасып тұрған деп есептеді. Бұл Ахлус-Сунна вал жамааттың айыммаларының әділдігі. Сонда бағанағы қария шал білімді адамды сұрақтарының бірі осылай болды. Ахмад ибн Аби Дуадқа айтты: "Ей, сен айтып тұрған осы Құранды мақлуқ деп айту, соны айтса дұрыс боласың, болмаса дұрыс болмайсың деген сөзің Құранда бар ма?" деді. Сөйткен еді, жоқ деді анау. Бағанағы кісі халифаға қарап, мынау бір деді. Яғни қазір мына бірден өл болды дегендей. Соменен сен айтып тұрған сөз, сен шағырып тұрған дін, Құранды жаратылған деп айтқан сөзің соменен емтихан қылу Наби саллаллаху алейхи ва саллям сүндетіне бар ма деді. Жоқ деді ол. Мынау екі деді. Сен айтып тұрған сөз Абу Бакр, Омар, Осман, Али радиаллаху анхумдар соны біліп тұрып соған шағырмай өтті ма, немесе білмей өтті ма олар осы нәрсені деген еді. Анау адам үндемей қалды. Не үшін? Егер біліп тұрып оны шағырмады десе, сахабалар шариғатты жеткізуді қиянат қылған деген мағына шығады. Олар осы нәрсені білмей өтті десе, ол дегені сахабалар білмеген нәрсе қалай бұл кісі біліп қалуы мүмкін?
ол да бір надандық, ақмақтық болады. Бұл ғалым адам айтады, мынау 3 дейді. Яғни 3-тен 0, ешқандай бір пайдасы жоқ бұл адамның сөзін. Сонда айтады, халифа дейді. Пайғамбар алейхиссалату вассаламның асхабтарына жеткен нәрсе, жеткілікті болған нәрсе, бізге жеткілікті болмай ма? Кімге Абу Бакр, Омар, Усман, Алиға жеткен нәрсе, кімге жетпесе, еш нәрсе оған жеткілікті болмасын дейді. Сонда патша да осы жерде түсінеді, мына кісінің айтып тұрған сөзі ақиқатта шындық екен. Осы жерде қараңыздар, бағанағы адам не деп жатыр? Ғалым, біз қазір имам Барбахар рахимахулла айтқандай, тура сол жолды тұтқан. Наби саллаллаху алейхи уассаламға түскен вахи, о кісінің айтқан сөздері, сахабалардың сөздері, оларға жеткілікті, сахабаларға жеткілікті болған нәрсемен олар қанағаттануы, олар сөйлемеген сөзді сөйлемеулері ақиқатта негіз не? Сол усул салафтың манхажы осы. Сол үшін сөзінің аржағында айтып отыр: "Вa'lam anna ad-dina innama huwa at-taqlid wa at-taqlidu li ashabi rasulillah." Діннің негізін көретін болсаң, ол өз негізі тек қана ергесу дейді, басқа ештеңке жоқ. Тек қана ергесу. Ергесу болғанда да Наби саллаллаху алейхи уассаламның сахабаларына ергесу дейді. Сол үшін Ибн Масуд радияллаху анху айтады: "Алейкум биман қад мат, фа иннал хайя ла ту'ману алейхи л-фитна." дейді. Өлген адамдарға еріңдер дейді. Ибн Масуд радияллаху анху сахабалардың ішінде ең фуқахаларынан, бірақ сонда да өзіне еруге шақырмай айтады: өткен сахабалар, Абу Бакр, Омар, Усман, Али, соған ұқсаған сахабалар, өтіп кеткен сахабаларға еріңдер. Тірі мүмкін фитнаға жолып қалуы мүмкін. Соларға еріңдер дейді. Және айтады: "Алейкум бил амрил атиқ." Сендер сол ескі болған жұмысты қатты ұстаңдар. Ескі деген ескіріп қалған деген емес, яғни бұрынғы жұмысты. Сол негізді ұстаңдар. Себеп адам сол негізді ұстануы менен дінді сәлемет болады. Ергесу осылай болады. Allah subhanahu wa ta'ala айтады: "Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun." Сендерге Алла жағынан түскен нәрсеге еріңдер деп жатыр. Одан басқасына еріп жүрмеңдер дейді. Және Алла subhanahu wa ta'ala аятта айтады: "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u." Осы менің жолым тура жол, соған ғана еріңдер. "Wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili." Одан басқа жолдарға ермеңдер. Осы жерде Мужахид ибн Жабр ибн Аббас радияллаху анхуның шагірті айтады: "Вала таттаби'у субул" дегенде жолдарға деген мағынада айтады: "Сабилу шахавати ва шубухат." Шахваттар және шубхалар жолы бұл. Шахваттар және шубхалар жолы. Шахваттар жолы ол адам әртүрлі Алла арам қылған нәрселерге жолығумен болады. Шубхаттар жолы ол әртүрлі бид'аттарға ерумен болады. Алла субханаху ва таала осы екеуіне де еруден қайтарып отыр. "Вала таттаби'у субул." Не үшін ермеңдер? "Фатафаррақа бикум ан сабили." Алланың жолынан адастырып жібереді. Қашан адам Наби саллаллаху алейхи вассаламның сүндетінен бет бұрса, немесе оны өзгертсе, өзінің райыменен, өзінің ақылы немесе ойымен жүрсе, сахабаларының түсінігін шетке тастаса, үмбетте өткен кейбір кісілердің өміріменен дәлел қылып келтірсе, кейбір анау надандар сияқты, анау істепті ғой, өткен үмбетте мынандай адам өткен екен ғой, мына хадиске қарсы жұмыс істеген ғой, демек оның сөзі де дұрыс деген мағанада әртүрлі әңгімелерді айтқандар бар. Болар ақиқатта адасуда. Бұл қателікте. Сол үшін бұл діннің негізі айтып тұр: "Вa'lam anna ad-dina", діннің негізі ол не? Хуа тақлид, ергесу деп отыр. Ергескенде әркімге емес, сахабаларға. Себеп сахабалар Құран сүндет түскен уақытында соның мағыналарын не үшін
қалай, қай жерде түскенін біледі. Сол үшін Ибн Масуд радиаллаху анху айтады: "Валлахи, мен Аллаға қасам, қай бір аятты, қай жерде, кімге, кім туралы қалай түскенін білем" дейді. Егер сол Құранды туралы мәліметінде менен көре білімдірек бір адамды естсем дейді осы жерде, мен соған сапарға шығам дейді. Содан қалған мен білмеген нәрсені білген адамнан үйреніп келу үшін жолға шығам дейді. Соларда негіз білім, соларда негіз шариғат, соларда негіз манхаж болған. Солардың жолынан еру менен адам бид'ат, маасияттардан селемет болады. Солардың жолынан тайған адам бүткіл бид'ат, бүткіл адасудың барлығын өзіне жинайды. Осы менен бүгінгі сабағымыз иншалла бітеді. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.